Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Little Prince кішкентай шахзада әңгімесін жалғастыратын боламыз. That, however, is not my fault. Бірақ бұл алайда, менің кінәм емес еді. Fault дегеніміз кінә. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was 6 years old. Үлкендер менің суретшілік мансабымды тастап кетуге мәжбүрледі. Мен 6 жасымда болған кезімде дейді. Яғни discourage дегеніміз encourage, discourage, яғни мотивация беру дегеннің керісінше түрі. Яғни олар мені тастап кетуге мәжбүрледі деп жатыр. And I never learned to draw anything. Және мен еш нәрсе салуды үйренбедім ары қарай. Except balls from the outside and balls from the inside. Басқа деген сөз, яғни боласты сыртынан және ішінен салғаннан басқа мен ештеңе салып үйренген жоқпын дейді. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Қазір дейді, мен өте көзімнің шарасынан шығып таң қалып қараймын осы болған оқиғаға деп жатыр. Яғни бізде astonishment дегеніміз таң қалу деген сөз. With my eyes fairly starting out of my head дегеніміз қазақ тіліндегі көзім шарасынан шығып деген мағынаны келеді мағынасы. Remember, I had crashed in the desert and 1,000 miles from any inhabited region. Естеріңізге түсіріңіздер, мен 1000 шақырым жердегі қашықтықта адам аяғы баспайтын жерде шөл далада қалып кеткен едім, яғни шөл далада апатқа ұшыраған едім деп жатыр. And yet my little man seemed neither to be straying and certainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear. Яғни айтып жатыр, бірақ алайда дейді, кішкентай адам маған көрінген жоқ дейді. Не ол адасып кеткенге ұқсамайды құмның арасында sands дейді. Не ол әлсіреп жүргенге ұқсамайды аштықтан, немесе шөлде, немесе қорқыныштан әлсіреп жүргенге ұқсамады дейді. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert. Яғни desertте шөл далада жоғалып кеткен бала сияқты ол маған көрінген жоқ дейді. Ондай ой келген жоқ, оған түріне қарап ондай ой тимеген яғни. 1,000 miles from any human habitation. Яғни 1000 шақырымдық жерде адам аяғы баспайтын бір жоғалып кеткен бала сияқты ол маған көрінген жоқ дейді. When at last I was able to speak, мен соңында ақырында сөйлеуге мүмкіндігім болғанда, I said to him, мен оған айттым. But what are you doing here? Бірақ сен бұл жерде не істеп жүрсің? And in answer he repeated. Және ол жауап берді, қайталады де жауапқа. Very slowly, өте баяу, as if he were speaking of the matter of great consequence. Ол бір маңызды нәрсені айтып жатқандай маған жай айтып қайталады дейді. If you please, draw me a sheep. Өтінем, маған қойдың суретін салып берші деп жатыр. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Егер құпия өте қатты болған кезінде, оны біреу бұза алмайды деп жатыр, оны бұзғысы келмейді дейді. Absurd as it might seem to me, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. Ол абсурдно болып көрінгенімен, яғни күлкілі болып көрінгенімен, мен осындай 1000 шақырымдық жерде, адам аяғы баспайтын жерде дейді, өлім қаупі төніп тұрған кезінде, мен өзімнің қалтамнан қағазым мен ручка, яғни ручка емес, мына жақта қаламымды шығарып, мен не істедім дейді, сурет сала бастаған, яғни қаламмен бағанағы қағазымды шығарып жатырмын дейді, осындай маған өлім қаупі төніп тұрған сәтте дейді. But then I remembered
how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar. және сосын мен есіме түсті. Яғни мен география, тарих, арифметика, грамматика туралы оқып, соған көңіл бөлгендігім туралы есіме түсті да. And I told the little chap, a little crossy too, that I didn't know how to draw. және мен айттым, кішкене ренжігенде мен сурет салуды білмеймін деп айттым. He answered me. Ол маған жауап берді дейді. That doesn't matter. Ол маңызды емес дейді. Яғни, that doesn't matter дегеніміз бұл маңызды емес деген мағынаны білдіреді. Draw me a sheep. Маған қойдың суретін салып бер деп айтты қайтадан, But I had never drawn a sheep. Бірақ мен ешқашан қой салып көрмегенмін дейді. So I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. және мен оған үнемі салатын, жиі салатын екі суретінің біреуін салып бердім дейді. It was that of the boa constrictor from the outside. Яғни бұл боа жыланның сыртынан қараған суреті еді дейді. And I was astounded to hear the little fellow greet it with. Яғни оны таңғалғанда мен таңғалып қалдым дейді. Ол таңғалып айтады. No, жоқ. I do not want an elephant inside a boa constrictor. Мен пілдің боа жыланның ішінде болғандығын қаламаймын дейді. A boa constrictor is a very dangerous creature. Боа жыланы өте dangerous емес, қауіпті, өте қауіпті жаратылыс creature. Яғни жаратылыс деген сөз. And an elephant is very cumbersome. Ал піл болса өте үлкен дейді. Where I live, everything is very small. Мен өмір сүретін жерімде, where I live деген, everything is very small. Барлығы кішкентай. What I need is a sheep. Менің қалайтыным ол қой дейді. Draw me a sheep. Маған қой салып бер. So then I made a drawing. Содан соң мен сурет салдым дейді. Мінекей мына сурет салғаннан кейін. He looked at it carefully, then he said. Ол оған мұқият қарады, carefully. Сосын айтты. No, жоқ. This sheep is already very sickly. Мына қой ауырып тұрған сияқты көрініп тұр, sickly деген ауру, sick деген ауру ғой. Make me another. Маған басқасын жасап бер дейді. So I made another drawing. Сосын мен тағы басқасын салдым. My friend smiled gently and indulgently. Менің досым өте мейірімді маған қарап күлді дейді. You see yourself, he said, that this is not a sheep. Сен өзің қарасаңшы, ол не дейді? Қой емес қой дейді. This is a ram. Ram дейміз қошқар, It has horns. Оның мүйізі бар ғой деп жатыр. So then I did my drawing over once more. Және мен тағы да сурет салдым дейді. Мінекей бізде келесі бөлігі аяқталды. Енді бізде осы бөлімге байланысты сіздерге тапсырмалар бар. Осы тапсырмаларды орындап сөздік қорларыңызды арттырыңыздар. Мінекей бірінші тапсырма ол match the words, сөздерді сәйкестендірулеріңіз керек мағынасымен. Қазір соңында жауаптары болатын болады, көріп алыңыздар. Стопқа қойып орындап алыңыздар. Келесі бізде екінші тапсырма, бізде мына бланктарды толтырып шығуларыңыз керек. Мінекей сөздер мұнда берілген. Осы сөздер сәйкес келуі керек, Бізде мынау жауап кілттері. Осы жауаптарға қарап, өздеріңіздің жауаптарыңыз дұрыс па, дұрыс емес па тексеріп алсаңыздар болады. Осымен бізде үшінші бөлім аяқталды. Келесі бөлімдер алдағы уақытта шығатын болады. Сау болыңыздар.